Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай үлкен, биік болып көтеріліп пісетін, пеште емес, табада пісіріп алған пирогтың рецептісін сіздерге ұсынатын боламын. Видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін менің арнама подписация бөлімін басып, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыз. Ең алдымен таза ыдысымызға 5 жұмыртқамыз жарып саламыз. Шым-шым тұз саламыз және миксермен 2-3 есе ұлғайғанша жақсылап миксерлейміз. Сұйық майды қосамыз және 2-3 есе ұлғайғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Мінекей жақсылап миксерлеп алдық. Енді үстіне қойылатылған сүтті құямыз, яғни сгущенное молоко. Және тағы жақсылап миксерлейміз. Енді ұнды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Електен өткізілген ұнға қопсытқышты қосып, жақсылап араластырып жібереміз. Енді ұнымыздың барлығын түгел салып, жақсылап венчикпен жақсылап араластырамыз. Мінекей бізде осындай қою, әдемі масса шықты. Міне қаймақ секілді болды. Массамыз мінекей осындай болу керек. Енді табамызды отқа қойып, астына осындай пергамент қағазын қоямыз және енді қоспамызды құятын боламыз. Массамыздың барлығын құямыз. Астына міндетті түрде пергамент қағазын төсеңіздер. Мінекей массамыздың барлығын құйдық. Достар, мен бұл пирогты газда 20 минут ұстадым. Сіздердің газдарыңыздың әртүрлі болуына байланысты сіздерде 20 минут, 30 минуттан асып кетуі мүмкін. Тіпті газдарыңыздың қызуына қарай көресіздер. Асты қызарса, келесі бетіне аудара бересіздер. Енді осы пирогымыздың бетіне және пергамент қағазын қойып, осы табаның көлеміндей тарелкамен бетіне қойып, осы тарелкаға қарай пирогымызды аударамыз. Аударып алдық. Енді және қайтадан табамызға пирогымызды және салатын боламыз. Міне дәл осы видеодағыдай табамызға пирогымызды салып, табамызды және отқа қоямыз. 10-15 минут шамасында пісіреміз. Мінекей достар, біздің табада піскен пирогымыз дайын болды. Табада пісе де сондай міне биік болып шықты. Бетіне қант ұнтағын сеуіп, ұсына берсеңіздер болады. Сіздер де дәл осылай жасап көрсеңіздер болады. Және де достар, арнамнан пайдалы, оңай жасалатын рецепттерді көремін десеңіздер, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.